На 9 лет старше своего оппонента. Файтер, и первый раунд стартует. Ильнур Сүйінбай в белых шортах и в синих шортах его оппонент Жақынбек. Жақынбекұлы неспешно стартует первый раунд. По корпусу передней рукой отрабатывает кыргызский боксер. Кстати, по поводу спортивных регалий и званий Жақынбекұлы информацией, к сожалению, мы не владеем. Поэтому остается только лишь догадываться, что с боксом знаком этот парень. Передней рукой очень опасно атакует Сүйінбай, и этот удар может быть фатальным для Жақынбека. Отлично отрабатывает передней рукой, но скорости как будто бы не хватает Жақынбекұлы. Ну и вот как раз таки в таком же стиле и начинает боксировать сам Ильнур Сүйінбай. То есть не вкладываться в удары, обратите внимание, такие затяжные атаки, затяжные удары. Половина раунда позади тем временем. 90 секунд остается до окончания первого раунда. Ну и пока что таких жестких разменов еще не было в этом первом раунде. Джеб по корпусу от Ильнура. Напомню, что Сүйінбай уроженец города Тараз. Дебютант. Снова по корпусу, и, кажется, прочувствовал этот удар Жақынбек. Да, и, кажется, опасается этого удара Жақынбекұлы. Вот правую часть своего корпуса каждый раз прячет после неудачных комбинаций. Левый хук точно в подбородок, кажется, прилетел. И последние секунды первого раунда. Уважаемые дамы и господа, сегодня на нашем турнире профессионального бокса «Путь вершины» в гостях непобежденный казахстанский профессиональный боксер, восходящая звезда в мировом боксе Садриддин Ахмедов. Алғашқы раундта бір-бірін сәл зерттеп көрді боксшылар. Кәсіпқой бокстағы қырғыз боксшының көрсеткіші көңілден шықпауы мүмкін. Бес жекпе-жектің төртеуінде ұтылса, біреуінде ғана жеңіске жеткен, бірақ негізінен қырғыз құрамасының сапында болған, біраз халықаралық турнирлерде өнер көрсеткен боксшы Жақынбек Жақыпбекұлы. Оған қоса бір боксшының үйіне барып қапы қалдырғаны да бар. 2024 жылы Өзбекстанға барып, жергілікті боксшыны күтпеген жерден ұтып кетіп сенсация жасаған. Сондықтан менсінбеуге болмайды әрине бұндай боксшыларда. Алла, Ильнур Сүйінбайдың әу баста боксшысы Ахмет Болоши болу керек еді. Қарсыласы Мысыр елінің өкілі. 9 жекпе-жек өткізіп, 7-інде жеңіске жетіп, 2-інде ұтылған боксшы, бірақ бізге белгісіз себептерге байланысты бұл боксшы келе алмады. Сол себепті шұғыл арада табылған Жақынбек Жақыпбекұлыны көріп отырмыз қазір рингте. Жеб арқылы Ильнур Сүйінбай қазір қарсыласты қашықтықта ұстайды. Өзінің ыңғайлы мәнерде
жұдырықтасады. Осы жылдың өзінде бірнеше турнирлерге, халықаралық турнирлерге де қатысып бастаған Ернұр Сүйінбай. 2025 жылдың басында тіпті Аман Қонысбековті Испаниядағы турнирде ұтқаны естерінде олар. Бокс жанкерлерінің. Одан бөлек Бакудегі ұлы жібек жолы турнирінде өнер көрсеткен. Ары қарай жалғастыруға болады. Рефери рұқсатын беріп отыр. Өтен қайсы қарсылас екенін аңғаруға болады. Сүйінбай үшін және бір қызығы 1-ден 6 раундтық форматтан бастайын деген екен. Енді кәсіпқой боксқа енді ауысқан боксшылар көбінесе 4 раундтан бастайды. Ары қарай ретімен раундтардың санын ұлғайта береді. 1-2 жекпе-жек 4 раунд, 1-2 жекпе-жек 6 раунд, 8, 10 деген сияқты. Ары қарай енді жекпе-жектің кейін маңыздылығына байланысты 10-12 раундтық жекпе-жектер болады. Ал бұл не боксшы 1-ден 6 раундтықтан бастап отыр. Яғни әуесқой бокста үйреніп қалған 3 раундтан 2 есе көп жұмыс жасау керек болады бүгін. Егер жекпе-жек төрешілердің шешіміне дейін жетіп жатса, әрине жоспарланған уақытына жетіп жатса, ал қырғыз боксшысы 4 раундта да 6 раундта да өнер көрсетіп үлгерген. Сондықтан бұл боксшыға жалпы 4-6 раунд жұдырықтасу қиын болмау керек. Я, тағы да әзірше сол мәнерде сақ Сүйінбай тізгін қолда бола тұра қатты бір тәуекел еткісі келмейді. Джеб арқылы көп қимылдайды. Басымдылық бар екенін көріп тұрмыз. Үнемше Елнұр қазір амаша, жаттығу залында дайындаған әдіс тәсілдердің барлығын жекпе-жек барысында іске асырып қолданып көрмекші болуы да мүмкін. Два раунда позади. В этом противостоянии Жаркынбек Жақыпбекұлы и третий раунд у нас стартует. Атакует здесь сам Жақыпбекұлы. По корпусу здорово здесь выбрасывает свою комбинацию Елнур Сүйінбай. Сложно, конечно же, здесь выделить фаворита этой встречи, на самом деле. До начала поединка мне казалось, что ярким фаворитом будет все-таки Елнур Сүйінбай, но по ходу поединка Жақыпбекұлы меня приятно удивляет на самом деле. Дает достойный отпор более молодому, возможно, даже голодному до побед Елнуру Сүйінбаю, но никак все-таки опыт есть у Жақыпбека. Причем, возможно, со второй половины поединка, именно с третьего раунда, может быть, включится, четвертого раунда включится сам Жақыпбекұлы, крымский файтер. Уж на это делает ставку боец из Кыргызстана. По крайней мере, вот эти комбинации, серии, эти удары не выглядят настолько уж устрашающими.
По корпусу и переводит в голову. Ильнур. Минута до окончания третьего раунда тем временем остается. И поднимает темп. Нацелен, по всей видимости, на нокдаун как минимум. Ильнур. Клинчует. Очень много клинча со стороны Жакпекула в этом раунде происходит. Пытается нейтрализовать все удары. Лишить пространства для своих атак Жакпекула. На контратаке здесь пытался отработать Ильнур и Жахармбек. Также выжидает. 10 секунд до окончания этого раунда. И снова по корпусу. По печени, если быть точнее. Внимание, третий раунд завершен. Төртінші раундты тамашалауға дайынбыз. Елін Сүйінбай жекпе-жекке атылып тұр. Шынымен де 3-ші раундтан былай қарай өте белсенді қазақстандық боксшы. Оң қолды сол қолдан бастады Жакпекұлы. Тамаша, дәл тиген соққы. Бірақ әзірше комбинациялар мен шабуылдарға көп ден қоймайды. Жакпекұлы болсын, Сүйінбай болсын. 1-2 соққымен ғана әзірше шектеліп жүр. Тамаша, міне қарымта шабуыл, бір ғана соққымен қарсыласының шабуылына дөп жауап қайтарды. Соққы саны көп емес Сүйінбайдың орындауында, бірақ сапасы жақсы. Тамаша. Клинчтен де қараңыздар қалай тәп-тәуір құтылып шықты, я. Ектен қолмен тіреп тұрып соққы салған көрдіңіздер. Екеуінің дене бітімі де ұқсас. Қорғаныстан тиген соққылар Жакпекұлы. Қорғаныста бұзып өтуге бірнеше рет талпынды. Бірақ әзірше соққылардың басым бөлігі қорғанысқа келіп тиіп жатыр. Тамаша, міне. Қарсыластың шабуылынан қорғаныста бірден қарымта шабуыл. Жакпекұлы қазір енді не айла қолдансам екен деп біраз ойланып жүріп қалғандай. Жай ғана жекпе-жекке шығуға емес, шығу үшін емес. Шынымен де жеңісті көздеп келген боксшы екенін көрініп ақ тұр, бірақ шеберлігі жетпейді. Міне, тағы да қашықтықтан дәл тиген соққы.
Қарсыласының қай бағытта жүретін дер кезде есептеп үлгерді, иә. Елнұр Сүйінбай. Тамаша. Тағы да сол қолмен соққыға ұрынды. Нақты бір ауыр соққы көздеп жүргенде, иә, Жақыпбекұлы енді шама шарқы жетпейтінін түсінгеннен кейін әрине қазір тек қана мерзімнен бұрын жеңіске жетудің жолын көздейді. Міне, тағы да қарымта шабуыл. Раунд сөзсіз Елнұр Сүйінбайдікі. Басым болды. Қарсыласынан әлде қайда. Жалпы 4 раундты солай сипаттауға болатын шығар. Самые лучшие моменты прошедшего раунда. Seconds out, уважаемые секунданты, за канаты. Внимание, 5-й раунд. Дайте Сразу же бойца! с начала раунда. Жақыпбекұлы. Да, в таком формате, конечно же, у Жақыпбека опыта побольше. 6-раундовые поединки он проводил, причем полную дистанцию. Правда, было это очень давно, в 2021 году. В своем втором поединке потерпел поражение решением судей. После этого еще был один запланированный поединок на 6 раундов, но, к сожалению, потерпел поражение в 4-м раунде. Единственная победа состоялась в прошлом году в Узбекистане, где он победил большинством судейского решения дебютанта Сергея Пака. После этого был еще один поединок, где он потерпел поражение в 4-м раунде. Ох, неплохо здесь справа достал. И еще одно точное попадание. Правый кросс в подбородок от Елнура Сүйінбая. Вот сбивает весь темп своим клинчем, конечно же, Жақыпбекұлы. Не дает работать своему оппоненту в привычной для него манере. На дистанции неплохо атакует Елнур Сүйінбай. Последние секунды 5-го раунда. О, левый хук. Чем же ответит Жақыпбекұлы? 30 секунд 5-го раунда остается. Да, по всей видимости, бой пройдет все отведенную дистанцию. Ну, это и неплохо, на самом деле, для дебютанта Елнура Сүйінбая. В будущем, конечно же, такие моменты пригодятся. Снова удар справа, правым кроссом достает подбородок, но не намека на нокдаун. Снова вяжет своего оппонента в клинче, и 5-й раунд у нас должен уже завершиться. Да, 5-й раунд завершен.
Seconds out, уважаемые секунданты, покиньте периметр ринга. Соңғы раунд. Артта алған 5 раунд әрине қазақстандық боксшының еншісінде. Бірден бас салды. Және джеб арқылы әрине. Елнұр Сүйінбай қашықтықты сақтайтын болады. Ол бүгінгі бокс кешінің 9-шы жекпе-жегі. Бұдан кейін бізде әлі 5 жекпе-жек бар. Негізінен ұлттық құрамада өнер көрсеткен спортшылардың жекпе-жектерін тамашалаймыз. Әуесқой бокста біраз жетістіктер бар жігіттер. Әлі де әуесқой бокста өнер көрсетіп жүрген, яғни екі бағытты қатар алып жүре бастаған спортшылардың жекпе-жектерін тамашалаймыз. Тағы да Сүйінбай там құлаштай ұрған сияқты бұл тұста. Тамаша бүйірден Жақпекұлы жеткізе алғанмен, бірақ Сүйінбай бірден жауап қайтарып үлгерді. Тамаша тағы да дөп деген соққы. Және дәл осы өте қарапайым чептерден Жақпекұлы қорған алмай жүр. Бірақ Сүйінбай бұл жептерге негізінен көп салмақта салмайды, байқасаңыздар. Жепті бір шабуылдар үшін бір өтпелі, кезең өтпелі бір шабуыл ретінде қолданады. 1,5 минуттай уақыт қалды. Раундтың аяқталуына, жекпе-жектің аяқталуына Жақпекұлы тамаша тағы дәл тигізді. Бұл жігіттің кәсіпқой бокстағы көрсеткішіне назар аудармаңыздар, қатты мән бермеңіздер деп айттық. Оңай қарсылас емес. Бүйірден соққы тағды, бірақ Сүйінбай Елнұр міне өзі бір соққы өткізсе, екі соққы қатарынан тигізіп үлгерді. Ал раундтың соңына қарай бәлкім сәл жанкүйерлердің делебесін қоздырып бізге шоу сыйлайтын шығар. Тағы да джеб жоқ. Өзінен ыңғайлы мәнерде жұдырықтаса беруді жөн көрген екен. Сүйінбай тіпті раундтың соңына қарай көп ойнақтай бастады. Соңғы секундтар. Қатты өзгерістер болмайды, әрине соңғы секундта осымен жекпе-жекті қорытындылай беруге де болады. Елнұр Сүйінбай үшін бұл кәсіпқой бокстағы осымен сәтті дебют. Адам алса жаман емес. Бұл боксшының небәрі 21 жаста. Елнұр Сүйінбай, және бұл жекпе-жек жартылай орта салмақта өтті. Яғни 69,8 келі. Дәл қазір ресми түрде жеңімпаздың есімі аталады. Одан кейін біз Армат Арманұлы, Саджат Касемзаде Поштири арасындағы жекпе-жекті тамашалаймыз. Қазақстандық боксшы Иран боксшына қарсы өзінің кезекті жекпе-жегін өткізетін болады. Төрешілердің шешімі дайын, түсінуімше бұл негізгі карттың, мейн карттың алғашқы жекпе-жегі екенін естеріңізге сала отырайын. Одан кейін біз тағы 5 жекпе-жекті тамашалаймыз. Ал төрешілердің ресми шешімі қандай?
Төрешілердің шешімі бір ауыздан. Елнұр Сүйінбай 6 раундтың қорытындысы бойынша жеңімпаз және кәсіпқой бокстағы жолын қазақстандық боксшы сәтті бастады деген сөз. Ал қырғыз боксшысы Жарқынбек Жақыпбекұлы үшін бұл кәсіпқой бокстағы осымен 5-ші жеңілісі.